Сәлеметсіз бе? Менің бүгінгі айтатын тақырыбым Әбіш Кекілбаевтың «Елең алаң» атты романы туралы. Бұл «Елең алаң» романы Қазақстанның 20 ғасырының басындағы, әсіресе революция алдындағы және кейінгі кездегі тарихи оқиғаларға арналған. Бұл кезеңде қазақ халқының әлеуметтік және мәдени жағдайы күрт өзгерген. Шығармада кеңес үкіметінің алғашқы жылдарындағы халықтың тұрмысы, ұлттық өзін-өзі тану және мәдени өзгерістер мәселесі сипатталады. Автор сол кездегі халықтың күрделі жағдайы мен оның тұлғалық және ұлттық дамуын қарастырады. Негізгі идеясы шығарманың ол сол адам мен қоғамның арасындағы күрделі қатынастарды және тарихи өзгерістердің адамның ішкі жан дүниесіне қалай әсер ететінін және тағдырына қалай әсер ететінін көрсету. Бұның басты кейіпкерлері Әбдімәлік және Құралай есімді кейіпкерлер. Әбдімәлік ол жастардың жаңа жолға бет бұрған және өзінің жаңа идеялары мен батыл шешімдерін іздеп жүріп, өмірдің қыр-сырына көз жіберіп, өз ұстанымдарын табуға тырысатын адам. Және ол заманның жас буынының болашаққа деген үмітін және алаңдаушылығын бейнелейтін кейіпкер. Ал Құралай ол Әбдімәліктің сүйген қызы, және оның тағдыры да осы заманның әлеуметтік және саяси мәдени өзгерістерімен тікелей байланысты. Яғни Құралай ол әйел кейпінің қоғамдағы орнын және тәуелсіздігін көрсететін кейіпкер. Бұл шығармада бізде әртүрлі қазақ халқының дәстүрлері мен салттары бейнеленген. Солардың ішінде мысалы осы Әбдімәлік пен Құралайдың үйленген кездегі қыз ұзату дәстүрі, оның қалай бірінен кейін бірі орындалатынын көрсеткен. Қыздың ата-анасы мен жігіттің үй арасындағы байланысының қалай орнатылғаны көрсетілген. Содан кейін әрине қыз ұзатудан кейін той жасау, күміс той, алтын той деп аталатын. Және де үйленгеннен кейінгі отбасылардың бір-біріне деген құрметі, кішінің үлкенге құрметі, яғни сәлемдесу, сәлем беру дәстүрі де көрсетілген. Соған қоса қазақтардың қонақ күту дәстүрі, қонақ жайлылығы ерекше бағаланатынын көрсететін салттарының бірі. Яғни қонақтарға қалай күтім жасау, қалай оларды қарсы алу керек екендігі көрсетіледі. Сонымен қатар және тұсау кесу дәстүрі болды. Неке қию мен және жасау беру дәстүрлері көрсетілген. Бұл шығарманы мен оқып шыққаннан кейін қазақ халқының тарихи кезеңдердегі өмірін және де оның әлеуметтік мәселелерін тереңірек түсіне бастадым. Және осы қоғамдағы өзгерістер мен адамның ішкі дүниесі арасындағы байланыс қандай терең екенін байқадым. Яғни ол адамның тағдырына өте қатты әсер ететін. Бұл жерден кітаптан өзіме ұнаған бір-екі үзіндіні айтып кетсем, ол жаңағы Әбдімәлік пен Құралайдың арасындағы сезімдерін білдіру үзінділері. Міне, Әбдімәлік көзіне қадала қараған Құралайға ештеңе айта алмай қалды. Ол жай ғана тыныс ала алмай, жүрегі лықсиды. Құралайдың көздерінде оның мінезінде не екенін ол түсіне алмайтын еді. Бірақ бір нәрсе анық болатын. Бұл жерде енді бұрынғыдай тыныштық болмайды. Әрбір сөз, әрбір қадам, әрбір үн, бәрі өзгереді. Алғашқы ұшқындар жануға дайын еді. Және бұл жерден Құралай мен Әбдімәліктің арасындағы ішкі сезімдері көрсетілген. Және тағы бір жерінде Құралайдың осыған жауабы ретінде мынандай үзінді. Құралайдың жүрегі жібігендей болды. Ол бірінші рет шынайы сенімділікпен Әбдімәліктің көздеріне қарады. Бәрі өзгере бастады. Оның өткенге деген өкініші мен
болашаққа деген қорқынышы бұл сәтте ғайып болды. Әрбір қадам, әрбір таңдау бұл тек өздерінің ғана емес, бүкіл елдің тағдырына әсер ететінін сезінді. Осы үзінділер маған ерекше ұнаған еді. Осылайша оқып отырып, мен кітапты өзім әртүрлі көңіл күйді кештім. Яғни кейде кейіпкерлердің күресі мен қайғы-қасіреттері көңіліме батып, жанымды ауыртса, кейде олардың үміттері мен ізденістері жанымды қуаттандырып, яғни одан сайын мотивация бергендей болды, рух бергендей болды. Әсіресе заманауи өзгерістердің қоғамға қалай әсер ететінін оқи отырып, осы сұрақ мені одан сайын қызықтыра бастады. Мен бұл кітапты достарым мен жақындарыма ұсынатын едім, себебі ол терең философиялық тақырыптарды, сұрақтарды көтереді және адам мен қоғамның өзара қарым-қатынасын ашық көрсетеді. Шығарма авторы туралы негізі Әбіш Кекілбаев. Ол қазақтың көрнекі жазушысы және қоғам қайраткері, оған қоса мемлекеттік сыйлықтың лауреаты екенін білемін. Және оның көптеген шығармашылығы қазақ әдебиетінің алтын қорына еніп, еліміздің рухани дүниесіне әсер еткенін білдім. Осымен шығарма туралы оқығаным осы.